Бүгін сіздермен осындай керемет салат жасайтын боламыз. Брокколи, қияр, түрлі түсті перец қажет болады. Осылай брокколиді қатты бөліктерін алып алатын боламыз. Оны бір ыдысқа салып, мұздай суға жуып алатын боламыз. Жуып болған соң қайнап тұрған суға салып 3 минут қайнатып пісіріп алатын боламыз. 3 минуттан асып кетпеу қажет. Ыстық судан брокколимізді алып, бір ыдысқа салып қоятын боламыз. Негізі брокколиді мұздай суға, қатты мұздай суға салып алу керек. Мен олай жасаған жоқпын. Негізі солай жасау қажет екен. Енді огурцыларымызды осылай сопақша етіп турап алатын боламыз. Өзіңізге ыңғайлы пішінде турасаңыз болады. Қиярдың кез келген салатында мен осылай турайтын болам. Әдемі көрінеді. Осылай турасаңыздар. Енді түрлі түсті болгар бұрышын осылай мен толық қосқан жоқпын. Екеуін жарты-жартыдан алдым. Өйткені менде шағын ғана салат, сол үшін жарты-жарты бөліктен алып, осылай бұны да ұзынша етіп турап алдым. Осылайша перецтеріміз турап болған соң, пісіп суып тұрған брокколиді осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осылайша салатымызға салатын боламыз. Салаттың дәмін келтіретін міндетті түрде ол бізде сарымсақ. Сарымсағымызды осылай майда етіп турайтын боламыз. Немесе үккіштен чөркіден өткізсеңіз де болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан осылай пышақпен майда етіп турап алдым. Салатымыз әдемі шығу үшін сәбіздің жартысын осылай чөркіден өткізіп салатымызға салатын боламыз. Енді сәбіздің алдын ала өлтіріп алу үшін шамалап тұз, сосын жарты қасық қант салып езіп алдым. Яғни кристалликпен қант салып осылай езіп алдым. Ет сасаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Менде сорпадан қалған ет болғандықтан қызып тұрған майға 1-2 минут қуырып алдым. Оған соя салып, салатқа дәм беру үшін соя құйып жүрмін. Дәмдеуіштеріміз қосамыз салатқа. Қызыл бұрыш, тұз салдым. Сосын етімізді салып, қызып тұрған майдағы етімізді салып, осылай араластырып аламыз. Сосын корейский осындай приправа салдым. Кез келген салатқа дәм береді. Осы үйдегі бар заттармен жасадым салатында. Укроп пен петрушка салғысаңыздар болады. Әркімнің қалауына қарай. Салатқа керемет дәм береді. Негізі петрушка мен укроп екеуін салып, осылай салатымызды әбден араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет.